70 жасар шалына, өнерлі шал, анау шал емес, өнерлі шалына 16 жасар қыз ғашық болған екен дейді. Екеуі де келін емес қой Алланың. Содан 16 жасар қыз ғашық болғаннан кейін шал деген егіліп өтіп мынадай ән айтады екен. Әне, тыңдаңыз. Жауап айтады екен шалға. Шапалақ қылмай, тыңдайықшы келеді. Мадырақты құрмет. Сөзден кішкене нетіп айтам енді. Есіме түседі. Шапалақ демеген. Сонымен біздің құдаға ұнап қапты солар. Мен соны айтып шықты. Periştim ay